Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге менің сүйікті шайым имбирный чай рецептісімен бөлісетін боламын. Имбирдің адам организміне пайдасы ұшан теңіз. Сіз күнделікті бір кесе имбирный чай ішіп жүрсеңіз, ол сіздің қан тамырларыңызды тазалау арқылы сізді жасартады және иммунитетіңізді күшейтеді. Сонымен қатар ас қорыту жүйесін ретке келтіріп, денедегі токсиндерді шығару арқылы салмақ тастауға көмектеседі. Имбир адам денесін қыздырып, терлетеді. Егер сіз салқын тиіп бірден имбир шайын ішсеңіз, тез жазыласыз. Шайға қажетті заттар: 2 тілім лимон, лайммен алмастырсаңыздар да болады. Содан кейін ұсақтап туралған имбир тамыры. Имбир тамырының қанша грамм керек екенін видеоның астындағы описаниеге жазып қоятын боламын. Содан кейін таңдауыңызға қарай науат немесе табиғи бал қажет болады. Имбирный чайды қара шай немесе көк шайдан жасауға болады. Мен қазір сіздерге қара шайдан жасап көрсетемін. Ең алдымен шайнегімізге лимонның шырынын сығып саламыз. Сол кезде шайдың дәмі жақсы шығады. Содан кейін ұсақтап туралған имбирімізді, науатымызды саламыз. 1 қасық қара шайымызды салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Өз қалауыңызша жалбыз қоссаңыздар да болады. Шайнегіміздің бетін жауып, барынша араластырамыз. Науаты ерігенше 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін шайымызды тағы да араластырамыз. Біздің шайымыз дайын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, бұл шайды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзат Мұсагулованың пайдалы кеңестері каналы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.